Ассалаумағалейкум достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз мощный видео түсіреміз, яғни челлендж 24 сағат анау ютубта. Бірақ та бұл челлендж, яғни қалай сол форматтағы видеоларды біз спортпен араластыратын боламыз. Осы идеяны тастаған мен бауырым. Бүгін сол бауырым мынандай тапсырма дайындап қойыпты. Сол тапсырманы орындайтын боламыз. Болса не істейміз? Жалғыз күтеміз. Әзірше мен көзім байланып тұр. Мен білмеймін камераның қай жерде орналасқанын. Әйтеуір мына жерде сөйлеп жатырмын. Маған қолдау білдіріңіздер. Қолдау әрине лайк болады. Евро, нам ба? Жоқ, бәсе. Мынау су да. Кешегі сарақшы. Үшінші сұрайсыз. Болды ма? Иә. Не сүйгіріп мен жемейді шығар. Мен жейтін бір полный 30 минут берем, полный жеп салам. 30 минут? Мен жаңа жуынып келдім кетіп алдында. Мен қол жуу керекпін тамақ. Сосын ішін құрал әкеліп пышақ. Пышақ енді бұл не мақсатта қолданып отырмыз да? Тамақ жеуге. Уақытқа қоя берейін ба или? Уақыт қоя бере. Тура алып. Уақытты қойсайшы. Ал бірінші? Да, бірінші мынандай не жасап көрейік, андай, чтобы қызық болу үшін. Таймер қоя сал. Мен былай бөліп да. Достар, тапсырманы айтып кетейін бірінші. Бірінші сарағаш, екінші бір бөлген қарапайым. Сосын үшінші пышақ бар. Кесем немесе бірінші кеспеймін. Бірінші наны жай жеп көремін. Сымылайды басақ. Бір нанды бірақ жейін. Прикватка. Невозможно. Представь, Роди. Невозможно нан жейін. Может, бургер жеп отқан тұқпен бе? Құлақ нан жеп отқан. Жейді. Қойды ана ішінде бургерде не болады? Сұйықтық болады, сұйықтық. Давай жарсын. Да, жарсын. Мен нан жеп Қойже, әлі уақытын бір. Нормально. Давай, бір пішеу. Мен не емес па енді? Сырап па? Сырап емес па? Жоға, тамақ ішкен жүрсің. Жоқ, кейбір адамдар сырап жасап атады деген. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Әлі уақыт бар, қорқма. Болмайды, мен өзім. Болмайды. Өзім істемейді, болмайды. Сен қаспайды. Мен өшіміз.
башлады. 야, kusma kulüze var. Hoş geldin. Бағана ол ішуге болатын берген байғұс көзіне. сөйлеп отырмын. екінші келген. екінші кезек. бір екі үш. Кіші ағайын. Болды қысаңыз. Бітіріп тастадым. Бір минут. Видео аяқталды. Даужанға көп рахмет. Мүмкінде өзінде қалатын болды. Бұл неден түсінетініміз, маған 1,5 литр сарыға сосын бір бөлке нан берді. Бұдан түсінетініміз, бізде масса жинауға бәріміз ойлаймыз. Мен масса жинау үшін досың айтады, не істеу керек? Тамақ көп іш дейді. Сен барасың да барасың опырасың дейді. Себебі олай істеп қажет жоқ. Сол себептен бізге масса жинау үшін біз ақырынан төменнен бастаған жөн. Нөлден бастаған. Яғни сіз аз-аздап жегеніңіз дұрыс. Яғни сіз әр күн сайын көбейтіп отырасыз сәл-сәл сезеді. Сол себептен олай тыға берудің де дұрыс емес екенін түсіндік. Олай болса, достар, рахмет Даужанға бұндай челленджге. Келесі жолы мен боламын. Жоқ, келесі жолы екеуміз тағы бір видео түсіреміз ғой. Сол видеода кездескенше сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментар жазыңыздар, каналға және қоңырауын басыңыздар. Жеңілдер үшінші болатын. Иә, ол оңай ғой. Ол бәрібір оңай. Сау болыңыздар. Біз 1000 подписчик жинаймыз деп ойлаймыз жаңа жылға дейін маған тіркелген. Соған Даужан көмектесіп. Бұл жауапты.